Бүгін мемлекеттік қызметші күні. Мемлекеттік қызметшінің басты мақсаты азаматтардың әл-ауқатын арттыру. Ел үмітін толық ақтайсыздар деп сенемін деп жазды бүгін мемлекет басшысы Твиттерде. Ал қызметтегі негізгі қағидаттары адалдық, кәсібилік, құзыреттілік, ашықтық болуға тиіс. Осындай жауапты міндет артылған сала өкілдері бүгін кәсіби мерекелерін атап өтуде. Жалпы бұл атаулы күннің тарихы Біріккен ұлттар ұйымынан бастау алады. 2002 жылдың 20 желтоқсанында Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы 23 маусымды Біріккен ұлттар ұйымының мемлекеттік қызметшісі күні деп жариялау қарарын қабылдап, оған мүше әр мемлекетті де осыған байланысты бір күнді белгілеуге шақырды. Осы күнгі орай өңірімізде бірқатар шаралар қолға алынған. Атап айтар болсақ, үздік жас мемлекеттік қызметші, үздік жоба, үздік спикер сынды байқаулар ұйымдастырылып, қызметкерлердің сан салаға бейімділігі паш етілуде. Ал жыл бойы өткізілген байқаулардың жеңімпаздары бүгін Асқар Тоқмағамбетов атындағы мәдениет үйінде марапатталды. Бүгінгі таңда республика бойынша 90 мыңға жуық, ал сыр елінде 3300-дей мемлекеттік қызметші табысты еңбек етуде. Олардың қатарында 400-ге жуық жастар, 1500-ге жуық әйел азаматшылар бар. Мемлекеттің даму мемлекет қызметшілердің адалдығына, кәсібилігіне, біліктілігіне байланысты. Күнге дейін сәтті жүзеге асқан жобалардың арасында болашақ бағдарламасын алатын орны ерекше. Мемлекеттік қызметте жүріп жатқан реформалардың нәтижесінде азаматтардың мемлекеттік қызметке деген қызығушылығы жыл сайын артуда. Оның айқын дәлелі 2017 жылы жергілікті атқарушыларға жарияланған конкурстарға бір орынға 1:3 адамнан келсе, 2022 жылы бұл көрсеткіш 2 есе артты. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес меритократия тек теория жүзінде ғана емес, нақты ереже ретінде қалыптасты. Ішкі конкурстар нәтижесімен жоғары лауазымдарға көтерілген мемлекетшілердің деңгейі 80%-ға жуықтады. 2020 жылы бұл көрсеткіш небәрі 59% құраған.